Сәлем оқырмандар, әлеуметтік желіде Назгүл мен Құндыз Руслан ағасынан көмек сұраған еді. Бізді бұл үйден алып кет. Тамағы ұнамайды. Суы жаман. Деген еді. Алайда қазіргі уақытта қыздар тағы да қиындық көріп жүрген сияқты. Өйткені қыздар бұрынғы күйге қайта оралған. Азып кеткен. Қарамаған. Бұл туралы Зульфия ханым да өзі мойындаған еді. Иә, мен қарамадым, уақытылы дәрі бермедім деген еді. Содан кейін халықта көтеріліп Зульфияның жағасынан алған еді. Қазіргі таңда қыздар Зульфия ханымда. Тағы бір айтатын жайт. Зульфия ханым 2 қызды Ильясқа берем деген еді. Не үшін себеп деген сұраққа Ильяс қыздарға ақша береді деген еді. Сонда Зульфияға керегі ақша ма? Ал кеше жақында Ильяс тағы да ақша берген еді. Қуанып алды Зульфия ханым. Ал Руслан ұнамайды, өйткені ол ақша бермейді. Сондықтан Зульфия ханымға кім жақын, қыздар ма әлде ақша ма? Пікір жазуды ұмытпаңыз көрермендер.